құмар едім өзіңе, бала кезден ақ бола. Сәлеметсің балалар. Балалар, қазақ ұлттық ойыны ата-бабамыздан қалған қызықты, тәрбиелі, мәнісі зор ұлттық ойындар. Балалар, бізде ұлттық ойында бізге шапшаңдыққа, мергендікке, достыққа үйретеді. Балалар, айтыңдаршы, қандай қазақ ұлттық ойындары білесіздер? Балалар, ұлттық ойын үшін тоғыз құмалақ деген ойын бар. Соны сіздерге Нұрбек Сағиұлы тоғыз құмалақ ойынын Балалар, ойынды бастамасы тұрмын. Бірінші ойынның ережесімен танысып қояйық. Ойын 9 отауда, 18 отау болады, değil mi? 2 қазандық болады. Осын тұздық деген болады. Ендеше бірінші бастайтын адамды, бастаушы, қостайтын адамды қостаушы деп атаймыз. Ендеше бастағанда бірінші атап жүргенде сол жақ қолымыздан оң жақ қолымызға қарай жүреміз, değil mi? Түсінікті ғой. Ендеше ойынды бастаймыз. Кетіп. Барымды жиып беріп жатасың, тынбай кетсем далаңның атырабын ақ бұлақ, тұлыңа ойымды батырабын ақ бұлақ. Сен келіп жағаңнан анам талай суалған, сен келіп жағаңнан әкем атын суарған. Айналайын ақ бұлақ, асыр салған жағаңда, сенен артық өлкедей бұл әлемнен табам ба. Сен келіп жағаңнан анам талай суалған, сен келіп жағаңнан әкем атын суарған. Айналайын ақ бұлақ, асыр салған жағаңда, сенен артық өлкедей бұл әлемнен табам ба. Сенен артық өлкедей бұл әлемнен табам ба.